Адамға өмірде ең қымбаты отбасы. Отбасында сүйіспеншілік, сыйластық, татулық, бауырмалдық болғанда бірлік болады. Отбасы күніне орай үлгілі отбасы ұлт болашағы атты Кеңашы ауылының үлгілі көп балалы отбасыларының бірі Аубакировтар отбасымен таныстырғым келіп отыр. Отағасы Аубакиров Нұрлан Маманұлы қазіргі таңда жеке мал шаруашылығымен айналысады. Ал жұбайы Күмісшаш Жантасқызы Кеңашы орта мектебінің жоғары білімді бірінші санатты ұлағатты ұстаз. Күмісшаш Жантасқызы білім беру саласында зор үлесі, жас ұрпақты оқыту және тәрбиелеу ісіндегі табыстары, кәсіби шеберлігі, педагогикалық үрдістегі жетістіктері үшін Ақмола облысы білім басқармасының мадақтамасымен 2014, 2015, 2017 жылдары аудан әкімінің алғыс хатымен марапатталды және 2020 жылы үздік педагог грамотасымен мадақтама қағазымен марапатталды. Ұстаздық жолында көптеген шәкірттерінің сапалы білім беруде. Сонымен қатар бала тәрбиесіне ерекше мән береді. Осындай өнегелі отбасында тәрбиеленіп отырған ұл қыздарының білім жолында жетістіктері ауыз толтырылып айтарлықтай. Отбасының тұңғышы маман Гүлжан дарынды балаларға арналған мектептің түлегі. Гүлжан республикалық олимпиадасындағы құқық пәнінің қатысып жүлделі орын ие болды. 2014 жылы Алматы қаласында өткен 21 ғасыр көшбасшысы интеллектуалдық бағдарламасына қатысып қайтты. 2015 жылы химия пәнінің ғылыми жолы қорғап бірінші орынды қанжығасына байлап келді. 2016 жылы Астана қаласындағы Сәкен Сейфуллин атындағы аграрлық университетінің грант бөлімінде оқуға түсті. Университеттің қабырғасында жүріп, 2016 жылы студенттер арасындағы ғылыми жоба қорғау сайысында бірінші орын иегері атанды. Ұлы маман Серікжан мектебіміздің мақтанышы. Өзінің білімі мен дарындылығының арқасында аудандық, облыстық, республикалық олимпиадаларының бірінші дүркін жеңімпазы. Солардың бірнешеуіне тоқтала кетсем, 2014 жылы облыстық бала би, жас би шешендер конкурсының бірінші орын, Оралхан Бөкей атындағы көркемсөз оқу шеберлерінің 16-шы облыстық байқауында бірінші орын және республикалық кезеңде Ақмола облысының намысын қорғап жүлделі бірінші орын иегері атанды. 2016 жылы республикалық жарқын болашақ қазақ тілі олимпиадасында жүлделі бірінші орын алып, Алматы қаласындағы Сүлеймен Демирел атындағы университеттің грантының иегері. Қазіргі таңда университетімізді ойдағыдай аяқтап, Сүлеймен Демирел колледж лицейінде жұмыс атқаруда. Отбасының ортаншы қызы Маман Айтжан мектепті үздік оқып келеді. Ол 2016 жылы аудандықта алғаш өткен бастауыш сынып оқушылар арасындағы пәндер олимпиадасында бірінші орын, 2017 жылы аудандық абай оқулары сайысында сөз шеберлері аталымы бойынша жүлделі үшінші орынға ие болды. Сонымен қатар мектепішілік және аудандық іс-шараларға белсене қатысады. Ал кенже ұлы Маман мектебіміздің 7-ші сынып оқушысы. Қашықтықта ұйымдастырылатын интернет олимпиадаларының белсенді қатысушысы. Математика пәнінің кенгуру математика олимпиадасында 2-ші дәрежелі дипломына, Ақбота интеллектуалдық марафонына қатысып 3-ші орын алды. Отбасының сүт кенжесі Маман Мерей мектебіміздің 2-ші сыныбын білім алуда. Үздік оқушы. Қоғамымыздың осындай ақылымен, ісімен, дарынымен заманауи үлгі аларлық отбасыларымыз көбейе берсін.